Маңдай қойнауы, синус фронталис. Тақырыпты бастамас бұрын арнаға қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Сонымен, маңдай қойнауы маңдай сүйегінде орналасқан жұп, бірақ көп жағдайда көлемі бойынша асимметриялы қойнау болып табылады. Біреуінің немесе екеуінің де жоқ болу жағдайлары болады. Көлемі орта есеппен 5 см кубты құрайды. Сагитальды көрінісінде үшбұрыш пішінді болады. Алдыңғы жағын ос фронталис құрайды және ең қалың қабырғасы болып табылады. Артқы жағында фосса крани антериор алдыңғы ми шұңқыры орналасады. Астыңғы жағының көп бөлігін орбита құрайды және осы қабырғасында дренажды жолы орналасқан. Медиалды жағы екі маңдай қойнауын бөліп тұратын ос этмоидалис орналасады. Дамуы туылған кезде болмайды. 2-3 жаста қалыптаса бастайды. Толық 14-15 жаста қалыптасады. Қандануы артерия супраорбиталис және артерия этмоидалис антериор арқылы жүзеге асады. Бұлар артерия офтальмиканың, ал ол өз кезегінде артерия каротис интернаның тармақтары. Веналары аттас, вена супраорбиталис және вена этмоидалис. Олар вена офтальмика супериорге, кейін синус кавернозусқа, одан вена югуляриске құяды. Иннервациясы үшкіл нерв нервус тригеминустың тармағы нервус фронталис, оның соңғы тармағы нервус супраорбиталис жүзеге асырады. Сонымен қатар ганглион птеригопалатинаның орбитальды тармақтары да нервтендіреді.